Панкреатитті емдеуде ең бірінші ауырсынуды басу, яғни ол кезде қабынуға қарсы стероидті емес препараттар, парацетамол, ибупрофен сияқты препараттар қолданылады. Одан кейін спазмды басатын мебиверин, дротаверин, ношпа қолдануға болады. Үшінші ол орын басушы ферменттік терапия, яғни бұл кезде біз ұйқы безіне түсетін жүкті азайтамыз. Ұйқы безді бөлетін липаза, амилаза, протеаза ферменттерін жасанды түрде қабылдаймыз. Бұл панкреатин, яғни оның дәрілік формалары мезим, панкреатин, панзинорм, иметал, крион, фистал жатады. Одан кейінгі ем антисекреторлық, яғни ұйқы безінің сөл бөлуін тежейтін препараттар. Бұл препараттарға амепразол, пантопразол, эзомепразол, рабепразол, лансопразол жатады. Бұл препараттар қышқылдың өндірілуін тежейді, осы арқылы ұйқы безінің де безсендірілуін төмендетеді. Яғни бұл кезде ұйқы безі сөл бөлмейді. Созылмалы панкреатитте А, Д, Е, К сияқты майда еритін витаминдердің жетіспеушілігі болады. Себебі май дұрыс қорытылмайды. Соған байланысты холикальциферол, токоферол, менадион, ретинол сияқты витаминдерді қабылдаймыз. Одан кейін антибактериалды терапия, бұл екіншілік инфекция қосылуын алдын алу мақсатында цефтрексон, ванкомицин, эмипенем, ципрофлоксацин сияқты антибиотиктерді қосылу қажет. Панкреатитті емдеу кезде ең бірінші оның себебін анықтап емдеу қажет. Егер ол алкогольдің әсерінен болатын болса, онда соған қарсы ем. Өт жолдарының аурулары болатын болса, өт жолдарын дұрыстап зерттеп қарау қажет. Егер аутоиммунды панкреатит болса, онда преднизолон қосып беру қажет. Ал егер жүрек айну құсуы болатын болса, қосымша цирулин, цирукал, метклоропамид сияқты құсуға қарсы дәрілер қолданылады. Панкреатитті емдеу тек бір ғана дәрімен емес, кешенді комплекс түрде болады. Бірінші диетаны сақтау, одан кейін осы препараттарды қабылдау. Егер нәжіс құрамында эластаза бір анықталатын болса, онда ферменттік препараттарды өмір бойы қабылдау керек.